Саламатсыңдар ма балалар? Отыра қойыңдар. Сабақ. Біз әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Балалар, бізге керекті ол оқу құралдары және біздің көңіл күйіміз. Олай болса, балалар, кәні көңіл күйімізді көтеру мақсатында шаттық шеңберіне барлықтарың шыға қойыңдар. Балалар, қазір біз бір-бірімізге әдемі сөз айтамыз, комплимент айтамыз. Жанель, сен сондай әдемісің. Бүгінгі сабағымызда сендермен сөйлеуде мақал мәтелді қолданып үйренеміз және мәтін бойынша қойылым дайындаймыз. Балалар, өткенді қайталап жіберейік. Балалар, біз қай елде тұрамыз? Көтеріп айтайық балалар, айта ғой, Әли, айта ғой. Біз Қазақстан Республикасының Өте жақсы деген сөзді тағы да қалай айтуға болады? Өте жақсы, Жанель. Өте жақсы. Тағы да кім айтады? Аяла. Өте жақсы, тамаша. Бала, түнін сүйем, күнін сүйем деген өлең кімнің жазғаны? Бала, жақсы, айта. Осы өлеңді балалар кім айтып жалғастырады? Бар ма сондай оқушы? Келе ғой. Рәміздерін атап беріңіздерші. Айта ғой. Тамаша. Бірінші топ мында келіңіздер. Екінші топ мынау сіздерге жылдам жинақ аламыз, я? Үшінші топ мына жаққа келе қойыңыздар. Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Шәкен Ниязбеков. Дұрыс айтасың. Қазақстан туындысы қандай? Саз, көк оюлар. Көк түсті сары ою бар. Күн және краны. Біздің рәмізіміз. Ортасында не деген? Шаң
шаңырақ Шаңырақ. бейнеленген. Шаңырақ бейнеленген. Бұлар, бұл не сендердің жасағандар? Жақсы әнұран айтамыз ба? Әнұран айтамыз. Алтындан даласы, ерліктің дастаны, ерге қарасы, ерліген даңқымыз шықты ғой, намысын ерліген қазағым мықты ғой. Мақалды тау болу. Болмaz деген сөз конструктив болмaz. Туған жерде шер болмас дегенді тағы қалай түсінесіңдер? Айта отыршы. Туған жер болмаса, өзі де болмас. Балалар, кезімізде шыр етіп дүниеге келген жеріміз біздің өзіміздің Қазақстан отанымыз. Дұрыс емес па, иә солай? Қазақстан елі, Қазақстан жерінде біз туылдық. Сендердің қазір ата-аналарың сендерге қарап жатыр, бауырларың қарап жатыр, иә балалар, иә? Сендерді үйде күтеді, сендер сол жерден тамақтанасыңдар балалар. Яғни туған жерде, басқа жерде, ешқандай жерде жер болмайды дейді. Енді балалар, біз сендермен бүгін шымшық пен көртышқан тақырыбын оқитын боламыз балалар. Шымшық пен көртышқан тақырыбын балалар Сухамлинский жазған балалар. Ол балаларға арналған тәрбиелік, мәні бар, сондай әңгімелер жазған екен. Ол ұстаз, педагог екен балалар. Алыстағы жылы жақтан кішкентай шымшық үйшігіне оралды. Ол көзге көріне бермейтін сұр құс. Жазда біздің жақта ұя салып, балапандарын өргізеді де, қыста Африкаға ұшып кетеді. Шымшыққа ұшуда оңай емес, оның қанаты кішкентай ғана. Оның үстіне бір күн ұшса, бір күн жермен жорғалайды. Міне, ол үйіне қарай жорғалап келеді. Өзен жағасындағы көгалда қызыл шібік түбіне қалып салған ұясы туралы да ойлайды. Кенет ол көртышқанды кездестіреді. Іннің аузында отырған көртышқан тұмсығын шығарып, «Сен кімсің? Қайда барасың?» деп сұрады. Мәтін не туралы? Мәтін не туралы? Сен айта отырсың? Отан туралы дұрыс айтасыздар. Қарай, шымшық пен көртышқан бар. Жақсы балалар. Шымшық не? Қайдан ұшып келеді балалар? Африкадан өзінің отанына ұшып келеді. Кім шымшық болады? Келе қойыңыздар. Шымшық және маған шымшық пен көртышқан керек. Келе қойыңыз. Шымшық және көртышқан. Сен кімсің? Қайда бара жатырсың? Мен шымшығымын. Кімсің? Қайда бара жатырсың? Мен шымшығым. Туған жеріне бара жатырмын. Сен не қиналасың? Сен біреу шақырды ма? Я мені шақырды. Мені отаным шақырды. Отаннан да биік.
көндіріп береді. Келе қойыңыздар. Biraz кел. Al бастай. Қатты. Құда типа, туған жердің наласы да тәтті. Жақсы, екінші. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Туған жердің Күні де ыстық, күні де ыстық, түні де ыстық. жақсы. Қалдым бәрі туған жер туралы. Туған жер бүкіліне ыстық. Біз қайда жүрсек де, Біз қайда жүрсек де туған жерді сүйіп сағынамыз. керемет тесттік жұмысты орындауымыз керек. Ал жігер тарап жібер бірінші топқа. Сен таратып жібер екінші топқа. Жақсы. Тамаша. Көршілес тексеру болады. Қана. Көршілес бір-біріміздің алдында, басқа карандашты немесе ручканы аламыз қолға. Я? Көршілес тексеру яғни. Ал. Тексере. Жақсы. Тамаша. Келесі. Қате болса. Жақсы. Қыста қай жаққа ұшады? Африкаға, дұрыс, молодцы. Үшінші сұрақ, көктемде қайда қайтады? Туған жеріне, жақсы. В, я? Төртінші, шымшық жолда Төртішқанмен, жақсы, дұрыс, молодец, Санжар. Жақсы қатысып отырдың сұраққа. Жақсы. Келесі сұрақ, шымшық не үшін туған жеріне қайтады? Не үшін? Сағынған екен, я? Жақсы. Мынау рефлексияны басамыз. Келе ғой.
сендер барлығын түсініпсіңдер. Енді одан ары қарай да мынандай жақсы қатыса қойыңдар сабақтарға. Жақсы ма? Осымен сабақ аяқталды. Жинау